Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Жеке сот орындаушылар жүргізуші куәліктерді тоқтатылады. Қарыз берешектері бойынша, банктің пайдасына өндірілетін қарыздар бойынша, бірақ олардың санаты бар. Бізде атқарушылық іс жүргізу және жеке сот орындаушылар туралы заң бар. Сол заңның 34-ші бабы бар. 34-ші бабында былай жазылған: егерде жеке тұлғалардың берешек қарызы 250 МРП-дан, яғни жеке тұлға деген қарапайым азаматтардың қарызы 250 МРП-дан асатын болса, жүргізуші куәлігі қарыз берешегін толық өтегенге дейін тоқтайды. Егерде ол яғни юридический лицо, яғни заңды тұлға болатын болса, онда оның берешек қарызы 1250 МРП-дан асу керек. Заңды тұлғаларға да бұл қатысты. Егерде ТОшканың, ИП-ның разрешениясы, лицензиясы, мысалы үшін рұқсатнамалар бар болса, мысалға олардың да берешек қарызы 1250 МРП-дан асса тоқтайды. Енді үшінші мәселе, атқару құжаттары бар, неимущественный характер, яғни мүліктік емес санаттағы атқару құжаттар, міндеттер туралы, бала көру тәртібі, басқа да атқару құжаттары бар. Олар бойынша орындау мерзімі 2 айдан асатын болса, сол кезде де сот орындаушы азаматтық тәртіпте сотқа ұсыныс жолдай алады жүргізуші куәлігін тоқтату бойынша. И төртінші категория бар бізде, алимент бойынша. Енді алиментке қатысты біреулер айтады, әртүрлі қарызы болса, қарызы бір пределдан асу керек дейді. Жоқ, ондай емес. Заңда былай жазылған: егерде алимент бойынша берешек қарызы бар болса, хоть даже 1000 теңге, 2000 теңге, 10.000 теңге, 100.000 теңге қарызы болса да, жүргізуші куәлігі алимент бойынша берешегін толық өтегенге дейін тоқтайды. Осыған орай, құрметті достар, бұл әкімшілік құқық бұзушылық болып есептелмейді. Бұл былай айтқан кезде сот актісін орындамау бойынша мәжбүрлі өндіру шаралары, яғни мера воздействия на должника. Сол үшін, құрметті достар, кредиттеріңізді, берешек қарыздарыңыз сот орындаушыларға өтіп кеткен болса, міндетті түрде оны төлейтін амалдарын жасаңыздар. Жүргізуші куәліктеріңіз тоқтап қалмасын. Тоқтап қалған жағдайда оны тек қана сіздер берешек қарызы толық құтылғаннан кейін, оның бүкіл подтверждениесін алып, полиция департаментіне өтініш порталы арқылы подтвержденияларыңыздың барлығын толыққанды жібересіз. Одан кейін ғана праволарыңызды қайта қалпына келтіріп алсаңыздар болады. Енді бұл бойынша айдап кетіп бара жатқан кезде не істеуі мүмкін? Егерде жүргізуші куәліктеріңіз тоқтап қалған жағдайда машинамен кетіп бара жатқан болсаңыздар, сізді тоқтатады, яғни айып тұраққа қою мүмкін, сізге тиісті тәртіпте әкімшілік айыппұл салынуы мүмкін. Рахмет.